Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен ең дәмді оливия салатын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Ал енді біздің салатымызға керекті заттармен таныс болайық. Бірінші картоп, сәбіз, жұмыртқа, шұжық, горох, майонез және дәміне қарай шым-шым тұз. Ал енді турауды бастайық. Мен ең бірінші картопты, сәбізді, жұмыртқаны алдын ала қайнатып алдым. Бірінші шұжықтан бастап тураймыз. Бірінші сыртын қабығын ашып аламыз. Одан кейін осылай дөңгелек етіп турап, одан кейін кубик кесеміз. Міне видеода анық көрініп тұр. Мендегі қолданып жатқан шұжық чеснокты шұжық. Яғни кез келген шұжықты қолдана берсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша негізі. Бірақ чеснокты шұжық осы біздің салатымызға ерекше дәм береді. Мен сол себепті де чеснокты шұжықты қолдандым. Шұжықты турап болғаннан кейін қалған картопты, сәбізді, жұмыртқаны сол ретпен кубиктап турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін біз үстіне горохты саламыз. Міндетті түрде горохтың суын құюды ұмытпаңыз. Себебі бұл осы біздің оливия салатының дәмін кіргізеді. Одан кейін шым-шым тұзды салып, жақсылап майонезді қосып араластырамыз. Біркелкі массаға келгенше араластыра береміз. Ал енді дайын болған салатымызды ыдысқа салып, яғни тарелкаға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Өте нәзік әрі дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Егер де менің видеоларымды үнемі бақылағыларыңыз келсе, қоңыраушаны да басып алыңыздар. Рахмет.